Кезекті қылмыскер блогерлер қолға түсті. Мұрат Әбділда атындағы ішкі істер ведомствосы блогерлердің күдікті әрекетін әшкереледі. Ұстау барысында блогерлерден полицейлен пакет пен газетке оралған белгісіз заттар тәркіленді. Жедел түсірілімді назарларыңызға ұсынамыз. Не жиын алыс, не алыс беріс, не ол? Сен қалтаңда жоқ қой. Ақша ғой. Ақша. Қанша ана жерде? 24 мың доллар ашады. Ұстамайшы, не мынандай ақша қалатындай? Өзіміздің арамыздағы зат қой, сатылып жатқан. Аю, признание өзің жазып беретін болсаң, қазір айтатын болсаң, следствиемен сотрудничать ететін болсаң, 5 жылын қысқарады, атап 15, саған 11. Братан, келісуге болмай ма? Аю фуд твистер дейді? Твистер ғой, айттым ол уақытын андай ештеңе жоқ, кәдімгі өзіміздің арамызда зат. Оны неғып тығылып, сен неғып нан шақшаға сатып алып отырсың? Стоит па осы? Конечно, брат. Бұл біраз адам білмейді бұны. Короче, Алисхам, апыттылар. Лавашина Твиссерова, Азиза Медведева, Перовск телеканала.